Қасиетті Құран кәрім сүресінде ара туралы жазылуы тегін емес. Мұхаммед пайғамбарымызды хадистерінде екі түрлі емге, Құран мен ара балына айрықша ілтипатты болуға шақырады. Көктен түскен қасиетті 4 кітаптың бірі Інжілде бал туралы бірнеше мәрте айтылады. Жаратушының адамзатқа жіберген ерекше ырыздығы туралы сөз қозғауда ғанибет. Бал табиғаттың ғажайып жаратылысы. Археологтардың зерттеулері көрсеткендей, жабайы аралар біздің ғасырымызға дейін 56 миллион жыл бұрын адамдардан бұрын пайда болған. Балды дәрі ретінде және пайдалы зат ретінде 3500 жыл бұрын танылған. Балдың адам денсаулығы үшін пайдасы көп. Атап айтқандай, бал қан құрамын жақсартады, ішкі ағзалардың қызметін жандандырады, иммунитетті арттырады, дененің физиологиялық қызметін, күш-қуатын қалпына келтіреді. Мидың жұмысын жақсартады, тыныс алу жолдарын артық өнезденуден сақтайды. Ол сондай-ақ жүрек, қан тамырлары ауруына, бауырға, бүйрекке, ішек-қарын жолына, суық тиюге, құян мен өтке пайдалы. Балды құрт ауруына, ұйқысыздыққа, бас ауруына, қан қысымына, асқазан жарасына, тіпті күйікке де ем ретінде пайдалануға болады. Балды сондай-ақ аллергияға, бактерияға, қабынуға қарсы да қасиеттері анықталған. Балдың құрамы. Бал адам ағзасы үшін өте пайдалы заттардың қайнар көзі болып табылады. Оның құрамы көмірсуға, глюкоза, фруктоза және сахароза, А, С, Е және Б тобындағы дәруменге бай. Сонымен қатар органикалық қышқылды ферменттер мен темір, күкірт, калий, мыс, магний, фосфор, йод сынды минералдарды кездестіруге болады. Балдың пайдасы. Қан қысымы қан қысымын түсіреді. Бал антиоксидантқа бай. Ол өз кезегінде қан қысымын реттеуге ықпал етеді. Егер жатар кезде 1 шай қасық бал жеп жатсаңыз, жүрек ауруының алдын аласыз. Ұйқысыздықтан құтылу үшін жасалатын әр түрлі ем бар. Солардың ішіндегі ең тиімдісі бал жеу. Жатар алдында 1 шай қасық балды 1 стакан жылы суға араластырып ішсе, жүйкеге жайлы әсер етіп, тез ұйықтауға көмектеседі. Моншадан емен жапырақтарымен шабыну да жақсы ұйықтауға септігін тигізеді. Таза ауада көбірек жүру, күнделікті бір уақытта дағдылану да өз кезегінде ұйқының тұрақтылығына ықпал етеді. Асқазан ішек науқасына шалдыққан не қышқылы аса көбейіп, керісінше өте азайып кеткен адамдардың да балды ем ретінде пайдаланғаны жөн. Әсіресе асқазанында жарасы бар, науқас тамақтың алдында 1,5-2 сағат бұрын немесе тамақтан 3 сағат кейін үзбей бал жеп отырса, ауруы бәсеңсіп, жүрек айнуы мен асқазанның қыжылдауы басылады. Әрі бал қанның құрамындағы гемоглобинді көбейтеді. Қышқылды аз адамдар 1 ас қасық балды тамақты ішер алдында ғана жесе, ол ас қорытатын шырынның көбірек бөлінуіне әсер етеді. Ал қышқылы көп адамдар тамақтан 1,5-2 сағат бұрын пайдаланса, асқазан қышқылы азаяды. Балды әсіресе бауыры және өт жолы ауыратын адамдар көбірек пайдаланады. Оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке, сәбізге, лимон шырынына қосып жеген дұрыс. Кейде тұрыптың ішін үңгіп, оған балды толтырып қойып, 3-4 сағаттан соң дайын болған шырынды өт жолы ауыратын ересек адамға ас қасықпен, ал балаға шай қасықпен күніне 2-3 рет беру керек. Мұндай әдіс өт жолы мен бүйректе құм тас жиналудан сақтайды. Сондай-ақ 1 стакан сәл жылытылған минерал суына 1 ас қасық бал қосып, оны аш қарынға ішіп 1,5-2 сағаттай қырынан жатып, бауырға аса ыстық емес грелка басқан жөн. Сонда бауырда жиналып қалған өттің асқазанға қарай ағып өтіп, бауырдың желдеуіне әсер етеді. Бал жүрек ауруы бар адамдарға да таптырмайтын ем. Оны белгілі бір мөлшерде анардың шырына да қосып ішеді.
Қатарынан 1-2 ай үзбей ішкен ауру адамның жағдайы әжептәуір жақсарады. Кеудесі жиі қысылып, жүрек соғуы нашарлаған адамға да бал жақсы көмектеседі. Қатарынан 1-2 ай үзбей күніне 50-140 граммға дейін бал жеген адамның жағдайы әжептәуір жақсарады. Иммунитетті көтереді, тағы бір пайдаланылығы иммундық жүйені нығайтады. Балдың құрамындағы антиоксидант пен бактерияға қарсы инфекциямен, бактериямен, вируспен күреседі. Ал егер балға даршын араластырып қабылдасаңыз, емдік қасиетін арттырасыз. Қартаюды тежейді. Тез қартаюдан қорықсаңыз, теріге ғана емес, ішкі ағзаға да мән беру керек. Егер күнде жатар алдын 1 шай қасық бал жесеңіз, ішкі ағзаның жұмысын жақсартасыз, қартаюдың алдын аласыз әрі саулығыңызды арттырасыз.